биыл ауданымызда тұрғындар көптен күткен орталық стадионның құрылысы аяқталып, халық игілігіне берілді. Құлсары қаласында Нұрманов пен Салиев көшесін жалғайтын көпір құрылысы аяқталып бітті. Ағымдағы жылы желтоқсан айында қолданысқа беріледі. Құлсары қаласындағы орталық Махамбет даңғылында ұзындығы 2,2 шақырымды құрайтын автомобиль жолының құрылысы және ауданға қарасты Жаңа Қаратон кентінде 33,4 шақырымды құрайтын автомобиль жол және жаяу жүргіншілер жолын салу жұмыстары жүргізілді. Құлсары қаласында 3 қатарлы 60 пәтерлік үй бой көтерді. Ағымдағы жылы біз желтоқсан айында қолданысқа беруіміз келіп отыр. Құлсары қаласының 29 ықшам ауданында 37,2 шақырымды құрайтын тоқ кабельдерін жаңарту жұмыстары жүргізілуде.